Махаббат қызық хикая. 45-ші бөлім. Қайда енді? Қайда ол? Ешкімге хабарласпаған ба? Бәрінен сұрадық, ешқайсы білмейді. Сабрет, Схейлі, түнде тайфунмен сөйлестім. Баласы комиссар емес пе? 48 сағат өткенше күтсін депті. Толғашы. Толғаның семес бекен бұл? Мүмкін сол ұрлап әкеткен шығар. Той жасап бергенде де алмаған, ұрлап қайтсын. Және ол шетелге көшіп кеткен. Жынданатын шығар, мұны кім істеуі мүмкін? Еш жазығы жоқ баланы сабатқанша. Нағыз қарақшыларды ұстамайсыңдар ма? Солардың ісі екені анық, Рза. Айттым да қойдым, солар алып қашты. Кімді айтасыз? Әлгі тендерге қатысқандар. Мафия типтес адамдар. Рза, айтып отырмын ғой, солар. Мен бірден соларды ойладым. Бірақ олар адам ұрлайтын адамдар емес қой енді. Рза би, кім болса да мекен жайын беріңіз. Бәрін тексергенде оларды тексермейміз бе? Сен қоя тұр, бар сыртта күт. Рза, біздің жауларымыз бар ма еді? Кім олар? Кім болуы мүмкін? Егер сондай іске барса, Рза би, дереу барайық енді. Онда өз беттеріңмен бара алмайсыңдар. Қастарыңа полиция ертіп алыңдар. Сіз полиция шақырыңыз, мен оларды күте алмаймын. Жоқ, полиция шақырмаймыз. Қызымды Зүбәйірмен барып алып келем. Үйлеріне барып, басып алайық, төрем. Рза би, сен араласпа. Досым, сен осында күт. Рза би не десе о десін, мен де барам. Ал көріскенше. Сен қайда шықтың? Рза би, мен де барам. Керек жағы өзім шешем дедім ғой саған. Белінге қауіптен тұрғанда мен мұнда отыра алмайым. Қоян шығым ұстап тұрғанда жыныма тименді. Не сізбен барам? Не Бюленттен көлік алып соңыңыздан ерем? Өзіңіз шешіңіз. Жүр. Қырсық шалған ғой бізді. Той болатын күннен бері бишара қызымның көрмегені жоқ. Сухейлі тәте, олай демеңізші. Қиналып отырғанда жамандық шақырмаңыз, өтінем. Және көріп отырсыз ғой, Рза көкем тауба келем деп нық сенімен кетті. Сендер сөйлемеңдер, үндемеңдер. Сендерді Пелиннен кем көрмебем, ал сендер не істедіңдер? Үнемі өтірік айтасыңдар. Сухейлі тәте, олай демеңізші. Сенің тісің ауырып отыр еді ғой, Башаға? Не болды, өзінен өзі жазылып кетті ме? Негізі ауырып тұр. Арасында солқылдап қояды, бірақ мен Пелин үшін шыдап отырмын. Қойшар, өтірікші. Сухейлі тәте менің ішім сезіп отыр, Пелинді тауып әкеледі. Сен де сөйлеме. Аузыңды жауып отыр. Қызым әлгі аспазбен сөйлесіп жүргенін біле тұра жасырдың ғой. Жоға, мен жасырайын дегем жоқ, тек айтатын мүмкіндік болмады. Не мүмкіндік керек? Ол үйлі баранды адам, бұдан артық не керек? Не ғой, мен енді қайтайын. Синан кетіп қалды ғой. Жарайдың да, қайтсан қайта қой. Ал сен кімсің? Бұрын соңды көріп пем? Мен бе, Синанның досымын ғой. Пелинді естігенде қасында болғам, содан бірге еріп келдім. Сен енді қайта бер, егер бір жаңалық болса хабарласамыз, жарай ма, Рюзгар жаны? Рюзгар ма? Рюзгар деген осы ма? Жоқ, Мелтем, аты Мелтем. Мен ылғи шатастырып Рюзгар дейм, ол да соған үйреніп қалған білет. Әлгі ессіз әйелін ертіп келген бе? Не деген арсыз адам? Негізі жағдай сіз ойлағандай емес. Енді қалай? Мен бәрін білдім. Негізі ол өтірік. Қалай өтірік? Көз алдау ма сонда? Әлде үй болу қандай екен деп сынап жүрме? Ойын екен. Қандай ойын? Сендер баланы алдап жүрсіңдер ме? Жарайды, Рюзгар, сен қайта бер. Кейін хабарласам, жарай ма? Қайта бер. Бара бер, бар. Мен еститінімді естідім, баланы да естідім. Ол сенікі ғой, я? Бала ма? Қандай бала? Мен ешқандай баланы білмеймін. Сухейлі тәте, баланы қайдан шығардыңыз? Оны Синаннан сұраңдар, менен емес. Сухейлі тәте, мұның бәрі ойын деймін. Рюзгардың атасы науқас болғасын осындай ойын ұйымдастырған. Кішкентай сәби ойыншық па сонда?
Сәбиңе оны қайдан шығардыңыз? Үйленген екен дегенімде дәл осылай таңғалғансыңдар. Ақыры не болды? Рас боп шықты. Демек, менің естігендерім шындық екен. Тыңдаңыз, мен Синаның ең жақын досымын. Бірақ бала туралы сізден естіп тұрмын. Яғни, онда ештеңе жоқ. Махалла шулап жатыр екен. Бөбек Рюзгардікі ме, Пелиндікі ме деп. Ең жақын досың болса, мұны неге білмейсің, а? Башак, тоқтай тұршы, дұрыстап түсіндірейін. Түсіндірме, маған ештеңе айтпаңдар. Пелині маман есен үйге оралсынша. Сосын бұл аспазды маңайынан да жүргізбеспін. Екеуіне қайырмасам атым өшсін. Ай, таң атқалы есігін аңдып жүрмін. Інінен шықпай қойды ғой. Таксист деген үй бетін көрмей жұмыс істеуші еді. Мұныкі рахат екен. Келіп қуып шықпадың бенді. О не дегенің жаным? Біреудің күйеуін өз үйінен қалай қуам? Сендер апамның кеткеніне қадалып қалдыңдар ғой. Соны білмесеңдер болмайды ғой, я? Құдай ақы олай емес. Біз бұл жұмбақты шешіп қойғанбыз. Қанша мойындамасаңдар да балаға қатысты ғой. Жоға жаным, ол іс біткен. Ай, менің шаруам ол емес. Тіпті соны ойлап өсекпен әңгімеден де қалдым. Өтірік айтсам орнымнан тұра алмай қалайын. Ай, маған бір көмегің керек болып тұр, Хавва. Бүгін мені түсіңде көріп берші. Жоқ, мен ондайды қойған білесің. Білем ғой, білем, әрине, бірақ енді өте маңызды болмаса келер медім, сені мазалар медім, саған жалынар медім. Соңғы рет Хидоштың қызын көргенімді білесің. Кейін не болды ажыраста? Сен енді ортадағы хабаршы ғанасың ғой, солай емес пе? Күйеуі көзіне шөп салса, не кінәң бар? Түсіңде көрдің, жорыдың, содан кейін ұсталды. Сен не істей алар едің, а? Сенікі не? Қазір айтам. Тек апама жеткізетін болсаң, менде барып осында болған жайтты Мелиха тәтеге түгел жайып салам. Айтпат деме, саудаласпа. Ант суыш, Мерал, мен сен емеспін. Айтпайым десем айтпайым. Әрі, не екенін білмесем түсті қалай көрем? Демек келісіп тұрсың ғой, көрейік енді. Не ғой, мен біреумен сөйлесіп жүрмін. Ай, сен 24 сағаттың 18-ін шешеңнің қасында өткізесің, қалай сөйлесіп жүрсің? Түнге қашып шығасың ба? Не айтып отырсың, ойбай? Енді... Иә, былай анда-санда кездесеміз. Көбінесе әлгі интернет телефон арқылы сөйлесеміз. Содан сол айтайын дегенім, біздің ара қатынасымыз үйленуге ұласа ма, әлде жай бір сәттік сезім болып қала бере ме? Соны білгім келеді. Өйткені біз жақсы сөйлесіп жүргенбіз, тым жақсы кездесіп жүргенбіз. Сосын келіспей қалдық. Айырылысып кеттік деуге де болады. Сондықтан мені түсіңде көріп берші. Саған мұңымды шағып отырым. Басқа кімге барам? Жәрдемдеші, өтінем. Байқап көрейік. Яғни, мүмкін болса. Тыныштал, тыныш, тыныш, тыныштал, тыныш. Ауа жетпей қалмасын. Көп қимылдама, тыныш. Әй, осы итаяқты жөндемей-ақ қойш. Мен мұны зауыттан шыққандай қылам. Алдымен түсін өзгертейін. Сосын моторын жөндесем, сыбырлап тұратын болады. Тұр. Ақымақ, адам мінетін мотоцикл алшы. Не істеп отырсың өзі? Досым, мотоцикл құрсын. Біз осы дұрыс істеп жүрміз бе? Мына қыз жақсы адамға ұқсайды. Әрине жақсымын. Дүниедегі ең жақсы адаммын. Бауырым, сен емес пе едің, той жасайым, ақша керек, қандай тапсырма болса да орындайым деген. Тойларыңды мен ақ жасап берейін. Тіпті үйде қалыңдық көйлегі бар, соны да берейін. Негізі солай ғой, бірақ бұл да адам баласы ғой. Анасы бар, әкесі бар, бәлкім сүйгені де бар шығар. Осыны ойласам жүрегім ауырады. Ойлама,
Ойлама, ештеңені ойлама. Мықты бол. Біз жұмыс істеп жүрміз ғой. Ойлама деген нес? Ойлама деген нес? Ойлау керек, ойласын. Ойлауға міндетті. Ендіше мен сәл көмектесіп жіберейін. Қазір... Сырттағы жолдастар, сәлем. Әне, оянды. Қалдарың жақсы ма? Білуімше, арамызда адам ұрлау секілді жағымсыз оқиға болған екен. Мейлі, бәрі мүмкін ғой? Бәрі мүмкін. Яғни, менің айтпағым құрсын. Бәрін ұмытайық. Тіпті мен ұмытып кеттім. Мақұл, яғни ұмытып қана қоймайық. Тағы бірдеңе істеуге болады. Яғни басқа да әрекет жасай аламыз. Мен сәлде болсын қаржылай көмек көрсете алам. Мысалы, дүркіретіп той жасап бере алам дегендей. Бопты. Тамаша, енді мені тоқтата алмайсыңдар, келістік. Тыңдаңдар, тағы бір сыйлық бонус ретінде. Судай жаңа, иіліп тұратын үлкен экраны бар теледидар. Соны да тарту етем. Я? Ал егерде біреу сұрай қалса, жауап дайын. Күйеудің қадірлі қонағынан. Ай, су жаңа үлкен экранды теледидар дейді. Футбол болған күні біздікіне келесің. Бірге ойын көреміз, досым. Бопты, келмей-ақ қой. Теледидарын сындырып кетерсің. Тақ сөйлейтін болсаң, ішке кіріп аузыңды байлап тастайын. Жоқ, керек жоқ. Өзім онсыз да бұлығып отырым. Менде не бар? Клаустрофобия бар. Ал не тағы? Әлгі не ғой? Кейде ат жарысында ойнаймыз ғой. Бәс тігіп дегендей. Сол сияқты ғой. Сондай ма? Не сандалып тұрсың, Бос уақытын дұрыс пайдаланыш. Түсіндің бе? Хобби. Бұл хобби. Мен де сені тыңдап тұрмын ғой. Бұл қыз фобия деді. Клаустрофобия. Яғни, бұл сырқаттың түрі. Мұны жабық алаңдағы үрей деп те атайды. Осындай дерті бар адамдар, яғни мен сияқты адамдар жабық алаңдарда қалса, тура осындай жабық жерде қамалып қалса, шоши бастайды, қорқа бастайды. Уақыт өткен сайын тыныстары тарыла бастайды. Обал ғой, обал. Тіпті қатты қорыққаннан өліп кетуі мүмкін. Құдай бетін аулақ қалсын. Солай бола ма екен? Қамақта отырып өліпті дегенде естіпедік, сандырақ. Досым, бұлар байлар ғой. Бұлардың дерттері де өзгеше болады. Бекзада сырқат. Іште бірдеңе болып өлік қап жүрмесін. Білесіңдер ме, мен өткен жолы лифтте қамалып қалдым. Сенесіңдер ме? Сүйген адамым, яғни болашақта тұрмыс құратын жігітім жанымда болмаса, өліп қалатын ем. Шынымен лифтте өліп қалатын ем, сенесіңдер ме? Сендер, яғни тек жас қыздың емес, өте бақытты тұрмыс құрғалы жүрген қыздың өліміне себеп боласыңдар. Айтпақшы, мені тіпті той күні тастап кеткен. Сенесіңдер ме? Тура неке қиятын күні. Қаншама қиындық көріп, бақытын тапқан қызға осындай қиянат жасамақсыңдар ма? Мені шынымен өлтіргілерің келе ме? Жарайды. Бірақ дыбысын шығармайсың. Сөйлейтін болсаң, аяқ қолыңды байлап қамап қоям. Өлесің бе қаласың ба шаруам болмайды.
Жемал! Қызын шығар, Жемал! Неге сонша айғайлайсың? Былай тұр, қызында кетуге келдім. Бауырым, ақыран! Тапаншаңды шығарсаң өзіңе жаман болады. Жемал! Шық сыртқа! Ой, не болды? Қызым қайда, Жемал? Адананың жындысы сен бісің? Ерегіскеннің де жөні бар. Бала ұрлағанды қайдан көрмедің? Құдай сақтасын, кім ұрлапты? Өтірік аңқаусыма, қызым шығар. Өтірік айтсам, хамса балық жемей кетейін. Трабзанның чемпион болғанын көрмей кетейін, қатысым жоқ. Сен мен қорқытқан жоқсың ба? Тендерге қатыспа деген жоқсың ба, Жемал? Тендір маңызда. Өтірік айтып қайтем. Соған мұқтаж болдым. Бірақ қызыңды ұрлаған жоқпын. Не қылам оны? Жасыратыны жоқ. Біздің жігіттер Зүбайырдың аяғынан атпақшы болған. Оған да рұқсат етпедім. Сенің қызыңды ұрлап қайтем. Тыңда, сен мен қорқыттың. Артынан қызым жоғалып кетті. Тендердегілердің бәрі мен таниды. Басқа дұшпаным жоқ, Жемал. Ұлым, жеңгеңе айт. 5 минутқа сүйге бара тұрсын. Мына аданалықтың көзін жеткізейік. Қане жүр үйге. Демек әңгіме қоржынан басталды дейсің ғой. Бір жағынан анамдікі де жөн. Айтудың өзі ұят екен. Әлгі қоржынға жездесіне деп дамбалға дейін салдық. Ал олар бізге келгенде әпкемдерге бір жапырақ орамал да салмапты. Ұят қылған екен. Айтпаңыз. Сосын осылай болғасын әпкемдер ренжіп қалды. Тіпті қыздың үйіндегі тойға да бармады. Апам барған, бірақ кешке дейін қабағын ашпай қойды. Қыз түсініп қойды. Сезімдал ғой, тура сіз сияқты. Той біткенше жылады да отырды. Ай, жаным-ау, жаным. Қайтсын енді? Кейін қыздың анасы, яғни менің қайненем, бұлай деді. Сендер менің қызымды өз тойында жылаттыңдар. Мен де сендерді өз тойларыңда жылатам деді. Мен жай неке қиямыз да қоямыз деп ойлағам. Бірақ қайненеміз той жасайсын деп қасарысып отыр. Қарындасым, бұл заманда той жасау оңай ма? Сонша ақшаны қайдан табам? Ай, осы тойлардың менде не өші бар екен? Түсінбейм. Сонда мені той шығыны үшін ұрлап кеттіңдер ғой, солай ма? Тойдың қатысы жоқ. Яғни, ақша маған керек болды. Ал тапсырманы досыма берген. Тіпті соңғы сәтке дейін не істейтінімізді білген жоқпын. Менің түсінуім бойынша, сендер мұны ақша үшін істедіңдер ғой. Иә. Жарайды, онда қажет ақшаны мен берейін. Берем ғой, қиын емес. Жоқ. Сөйлемейтінің қайда? Жай, хал жағдай сұрасып отырмыз. Пәленде ештеңе айтпадық. Маңызды болса саған... Не істеп тұрсың? Жазаламақпын. Бұл алқа мен үшін қымбат, тиіспеш өтініш. Бағалы зат па? Жоқ, ондай емес. Яғни ақшамен өлшенетін дүние емес. Бұл жылдар бойы сыйланатын күн күткен, арнайы сақталған құнды сыйлық, қайтар шалмай жатып жоғалтқым келді. Жақсы, ендеше жұлып алғаның дұрыс бапты. Тыңдап ал, егер үндемей отырсаң, алқаңды аласың. Ал сөйлейтін болсаң, аузыңа шүберек тығып қоям, келістік бе? Қайтарып берші өтініш. Шүберекті алайын. Енді қайтып бұл қызбен сөйлесіш болма, бар мотоцикліңе. Маған алқамды қайтарып берсең, сұраған ақшаңды берем, шын айтам. Білем. Берш, бұл сенің кәдеңе жарайтын дүние емес. Өзің айтқандай бағалы болса, неге кәдеме жарамайды екен? Енді көзің жетті ме, аданалық жынды? Бәлкім үйге әкелмеген шығарсың. Басқа жерде ұстап отырған шығарсың. Бір-біріміздің атпайтынымыз рас. Бірақ сен мені сорлы деп ойлайсың о дейм. Тендіріңді ұрай. Соған бала қызыңды ұрлап қайтем. Туған баламды көрмей кетейін, ұрлаған жоқпын. Айтпаған қарғысты айтқыздың ау. Жақсы. Мен тендерге қатыспайым, араласпайым. Ақыр саған керек екен. Қызыңды табуға көмек керек болса, жігіттерге хабар берейін.
Болмаса, Зүбәйірдің қасына адам қосайын. Бір кездесін. Керек жоқ, көңіліңе рахмет. Мен сенің тек қызың бар деп ойлаушем. Ұлың да бар екен ғой. Жоқ, ұлым жоқ менің. Жалғыз қыз. Мына жігітің кім? Бұрын соңды көрген емеспін. Мен Пелиннің... Яғни, Ырзабейдің қызының досымын. Ендеше мұратыңа жет. Қайната топырағынамын дейсің ғой. Доғар, Жемал, доғар. Өзім қызым таппай басым қаттырса, кет бұлай. Нечип, бұл жай дайындық үсті басыңды білдіріп алма, жалғыз костюмың екенін білесің. Жоқ, Хавва, бүлдірмеймін ғой. Тек шалбарымның түймесі үзілгелі тұр, жалғыз жіпке ілініп тұр. Елдің алдында үзіліп кетсе, абыройдан жұрдай болам. Қазір шешесің ғой, мықтап қадап берем. Сен шашыңа бірдеңе істемейтін бе едің? Өзім де ойлағам, кейін айнып қалдым, ана болайын деп жатырмын ғой, шамалы салмақтылау көрінейін дедім. Дұрыс екен, мені тыңдама, толқығаннан не дегенімді білмей тұрмын. Әлгі сұрақтарды пысықтап шығайықшы. Есіме түскен сайын тамағым жыбырлап кетеді. Жақсы, кел. Неджип бей, жұмысыңыз жайлы айтып берсеңіз. Әрине, жеке таксопаркте шопыр болып жұмыс істеймін. Өзіміздің махаллада. Қанша уақыт болды? Бір апта 10 күн. Ал одан бұрын немен айналыстыңыз? Көкөніс саттым. Бірақ жалақым толымда, сақтандыруымда болды. Онда қанша уақыт істедіңіз? Шамамен 1 айделік. Ал одан бұрын ше? Яғни осы жасқа келгенше небәрі 1,5 ай жұмыс істемеген шығарсыз. Хавва, сен дайындалмаған нәрсені сұрап отырсың ғой. Олар да осылай сұрайды ертең. Әлгі дамбал импортымен айналысқаным бар еді. Жоқ, оны айтпай-ақ қояйын. Айтпай-ақ қой. Менің өмірімдегі ең ұзақ істеген жұмысым ат жарыс кезінде телефонда отырып, бәс тігушілердің купонын толтыру болған. Бірақ бұл жұмыста оңып тұрған жоқ. Адамдарға айтуға да болмайды. Жарайды, мақұл, саспай-ақ қой. Мамандығың таксист. Көп жылдан бері шопыр боп істейсің. Бітті. Өтірік айтам ба сонда? Қайырлы сізшін ғой. Енді сен менен сұра. Жақсы. Хавва ханым. Баланы қайтесіз? Бұл қандай сұрақ? Білмеймін. Ойыма түскен осы болды. Баланы ертеден армандаушем болмады. Содан Назым Әлиді көрдім. Оны құшағыма алдым. Иіскедім, сүйдім. Маған күлімдеген кезінде бүкіл әлем күлгендей болды. Сол сәтте түсіндім. Өзімнен туса да осылай жақсы көреді екенмін. Артынан ойланып, онда неге бала қылмасқа, неге асырап алмасқа дедім. Не жеп жылап отырмысың? Жоғы, көзіме бірдеңе түсіп кетті. Жарайды, бердім баланы. Назым әлі сендердікі. Не жеп? Ішім бір жақсылықты сезіп тұр. Бұл жолы Назым Әлиді бізге береді. Береді әрине, бізден артығын таба ма? Әрине. Жоқ, мүлдем алаңдамаңыз. Көз жазғам жоқ. Әрине. Біз тындырамыз. Жақсы онда, күтеміз ғой. Сізді күтеміз. Жүр, басып келе жатыр. Қызды ішке кіргізейік, қане. Қане, көтер. Аға, бұл қыз жабық жерде өліп кетуі мүмкін. Қамамай-ақ қойсақ қайтеді. Сен кімнің жағындасың?
жаныма тимей кірішке. Бол. Қанына өтінем. Қанына. Қорықпа, ештеңе етпейді, алаңдама. Болды. Қорықпа, ештеңе де етпейді. Тоқта, абайла. Болды, тыныш қана отыр. Мен шынымен ауырып қалам. Аузыңды байладық, әлі сөйлеп отырсың ғой. Ар азабынан өлесіңдер. Тым құрыса аузын ашайық. Ар азабынан өлгің келмейді. Жақсы. Бірақ дыбысың шықпасын. Жоқ, мені мұнда қалдырмаңдаршы. Бастық келе жатыр. Ол кеткенше осында боласың. Бастығың кім сенің? Кім ол? Шақырш келсін де айтсын, менде не ақысы бар екен? Есі дұрыс бекен өзінің? Менде қызда не әкесінің құны бар? Шақыр. Келістік. Менше, мені қалдырмаңдаршы, мені өтінем, қамамаңдар, есік шаппаңдар. Қош келдіңіз. Ауруханаларға түспеген екен, алаңдамаңыздар. Оған да шүкір. Бенгесу қалай, мені сұрады ма? Оны апамдарға апарып тастадым. Белин әпкең ауырып қалды, апаң соның қасында дедім. Комиссар сіздерді күтіп отыр. Келіңіздер, отырыңыздар. Не болды, бір хабар бар ма? Сіздерден ақпарат алғасын іздеуге кірісеміз. Ұрлап әкеткен анық. Бірақ телефонынан көңіл аударатында ештеңе табылмады. Әлгі бейнебақылау жазбашы, мен үйіне дейін жеткізіп салғам. Мен де соған сүйеніп ұрлап әкеткен дедім. Үй жанынан күмәнді көлік көрінді. Сол көлікті тапсақ. Ырзабек көліктің нөмірі жалған. Дегенмен жан жаққа хабар бердік. Бұлар жалған нөмірмен жүрген болса, өте әккі қылмыстық топ болды ғой. Біз де солай ойлаймыз. Әлгі адамнан келгені анық. Сені алдап қайтарып жіберді. Жоқ, ол емес дедім ғой саған. Ырзабек, біз білмейтін мәселе бар ма? Тендерге қатысатын кісілер ырзаны боп салап еді. Комиссар мырза, ол кісілермен өзім барып сөйлестім, олар емес. Түсіндім. Біз де осы уақытта Пелин ханымның қайда барғанын анықтадық. Сөйтсек Пелин ханым кеше бөлімшеге келіпті, бірақ бұл туралы ешкім айтқан жоқ. Мұны қалай ойламағам? Мен ойладым, бірақ ондайға бармайтын шығар дедім. Кім бармайды? Менің қызым бөлімшеге неге келді? Джейда Караның кесірі, е? Иә, менің ашығын айтсам, біздің бұрынғы серіктесіміз. Біраз уақыттан бері араздасып жүргенбіз, бірақ жағдайдың мұншалықты ушығатын. Қызымның сені көрген күнін қарғы сатсын, ұрынбаған бәлесі қалмады. Ақыры жанжалдасып жүрген екенсіңдер. Неге өзің шешпедің, а? Қызымнан не керек? Қызымды қорғай алмайтының бар. Неге мұндай іске араластырасың? Ырзабей, сабаңызға түсіңіз. Бұл ұрысты басқа жерде жалғастырыңыздар. Джейда Караны қайдан таба аламыз? Қорықпа, тыныштал. Қазір есік ашылады. Сенен келіп, мені құтқарады. Қазір сенен қасымда болса, маған мұндай емессіңдер еді. Қамалған жоқпын. Дәл қазір әлемнің ең тыныш жеріндемін. Қазір әлемнің ең әдемі жеріндемін. Ешкім тиіспесе, осында жата беруге бардым. Болмаса тиіссін. Сен де жаныма жата кет. Мені жаймен құшақта, жымиған жүзіңмен, тәтті күлкіңмен келде жантая кет. Солай жатайық. Жүрегінің сұлулығы көздерінде көрінетін сүйіктім.
уақытты мекенді ұмытайық. Болмашы дүниемен бақытты болайық. Мәселен, попкорн жеуден. Қызық фильмге кіріп кету үшін қолымыздан келгенді істейік. Ішінде жоғалып кетейік. Бірге жоғалудың өзі керемет. Сенімен бәрі керемет. Төзімім таусылды. Дем жетпей жатыр. Келші өтінем. Келіп маған дем болшы. Дем бер. Бұл қыз қайда жүр деп ем. Анамнан құтылу оңай ме? Шай ішесің бе? Ішем. Мынау не джиптің костюм шалбары ма? Ай, құдай сақтасын, тым құрыса соны білмеш, Мераль. Мұны білмейтіндей несі бар? Онсыз да бірақ костюмы бар. Мұны да мейрам сайын, той сайын айналдырып кие береді. Бірақ мейрам өтіп кетті, мұны неменеге тігіп отырсың? Өсектесе жаныңды бересің, я, Мераль? Мұнда не джиптің шалбары үшін келдің бе? Ай, әйтеуір көрмедім демеш. Қаралау келген күнге киген жігіт. Ай! Шынымен көріпсің. Не қой, мұрты кеудесі қандай екен? Ой, Алла, адамды жалаңаш көрмеген шығармын, кеудесін қайдан білейін? Әрине, кеудесін көрмей-ақ қой. Ұп-ұзын мұрты бар. Ай, бұлай ма? Бар. Көріпсің, сен шынымен Зүбайырды сипаттап отырсың. Аты жазылған жоқ. Дегенмен ақ көңіл, мәрт, батыл жігіт екен. Бірақ бұл жігітті бір жерден көрген сияқтымын. Жоқ жаным, ол біздің махалладан емес. Бірақ таныс сияқты. Жоға қалқам, қайдан танисың? Не дедің ғой? Батыл дедің, мәрт дедің, ақ көңіл дедің, мұршынымен сондай. Екеуінің бірге жүргендеріңді көрдім, білесің бе? Иә, сен әрдайым қасында жүрдің, алыстамайсың. Мераль, бұл адамның көзі де, көңілі де сенде. Ай, шын айтасың ба? Тоқта, бірден қуанба. Мұның қасында біреу бар. Ақыл берушісі, соның сөзімен айтқаннан шықпайды. Үнемі есеп береді. Яғни, сол хабарласа, көзі ештеңені көрмей бірден жетіп барады. Қалай сонда? Отбасылы адамдай айттың ғой, Хавва? Әлде үйленген жігіт пе? Ол жағын білмейм, яғни түсімнің сол жері есімде жоқ. Қасындағы әйел ме, а? Өтінем, шындықты айтшы, жасырма менен. Ой, Алла, бар көргенім осы дейін. Жетпей қалды ма? Жетті, жаным, жетті ғой. Мен түсінетінімді түсіндім. Не түсіндің, қалқам? Басқасының сөзімен іс қылатын адамнан үйдің ері шықпайды.
Комиссар, бүкіл жағын қарап шықтық. Бар есікті мықтап жауып Ашып кеткен. кеткен бе? Жақсылап тексердіңдер ме? Иә, перделерді жабық. Мұнда не болып жатыр? Түспер. Не істеп тұрсың? Пелинге не істедің, ай? Жібер. Не істедің? Синан бе, қойыңыз. Тынышталыңыз. Осының ісі, шын айтам, осының ісі. Мен ештеңе істеген жоқ. Пелин сейханды ұрлап кетті деген айыппен күдікті ретінде қамауға алынасыз. Полицей мырза, менің ештеңеге қатысым жоқ. Полицей мырза, Әкетіңдер. Синан, мен ештеңе Әкетіңдер. істеген жоқ. Қане? Синан, тыңдаңыз. Тыңдаңыз, мен ештеңе істегем жоқ. Бұл жағдайға қатысым жоқ. Өзім жүрем. Бергеле, тіске басар бірден әкелек. Әлі біраз болатын дәрізіміз. Қыздаш, бір үзім нан да жеген жоқ. Боптен, есігін жауып кел, кетейік. Толық жаппай ақ қояйын. Онсыз да қорқат. Аяқ қолы да байлаулы. Ештеңе етпес, ауа жүрсін. Бопты, кел енді бол. Бірдеңе табуым керек. Шешіленді. Бол. Шешіл. Тыңдаңыз, маған жала жапты. Мен ештеңе істегем жоқ. Сізге ешкім жала жапқан жоқ. Пелин ханымға бас салған, оны бопсалаған сізсіз. Не болғаны белгісіз, Пелин ханым жоғалып кетті. Тиіскен жоқпын. Кеше бәрін ашумен айттым. Айтылмаған, Жайда ханым. Істелген. Тіпті мұнда күдіктенетін іс бар. Ресторанға баса көктеп барғансыз. Сосын бөлімшеге түскенсіз. Артынан бастаған ісімді аяқтаймын дегенсіз. Мен ештеңе істегем жоқ. Аха. Байқадыңыз ба? Келгелі бері мен ештеңе істегем жоқ дедіңіз. Бірақ кеше қайда болғаның жайлы бірде-бір дәлеліңіз жоқ. Айттым ғой, құрбымды әуежайға жеткізіп салдым. Содан кейін үйге келдім. Тыңдаңыз, Жайда ханым. Пелин ханымға бірнеше рет қоқанлыққа көрсетіпсіз. Біраз кісінің көзінше жағасынан алыпсыз. Кеше сол уақытта құрбыммен бірге жүрдім дедіңіз, бірақ құрбыңыз шетелде екен. Солай ма? Егер куәгеріңіз болмаса, жағдайыңыз қиындайды. Шешіл. Болды. Қане. Шешіл. Досым, әлгі қызды қашанға дейін бағамыз? Қанша рет айтам саған. Басеке бітті демейінше қарап отырамыз. Мейлі. Ендеше бірден әзірлеп жіберейін. Иә, сөйтші.
қашып кетті. Қалай қашқан? Есікті ашық қалдырсаң қашады әрине. Ашық қалдырмаса өлетін еді ғой. Әйтеуір тірі екенін білеміз. Бұл қайда кетті екен? Мықтап байламайсың бе енді? Есікті ашқан мен бе? Үнемі биік өкше киетін Пилин. 40 жылда бір рет жай табан киіпті жарайсың. Енді ылғи жай табан кием. Тым құрса анда-санда. Қане баянсыз бағым. Көмектесші. Бір рет болсын жолым болсыншы. Бір рет болсын жолым болсыншы. Бір көлік өтсінші жалынам. Мына қыз не істеп жүр? Бір бәле көрініп қалған ау. Әлде қашып жүр ме екен? Тоқтап мінгіземіз бе? Ай, тоқтама, өтіп кет, бол. Неге, не болды? Тоқта! Мені де әкетші өтінем. Тоқта. Бағым ашылмайтын болды. Соңында кім барын құдай білсін, бізді де өлтірсін бе? Жүрегің жоқ екен. Мен ең дұрысын істедім. Сен осы аймақтың полиция емедің? Полиция хабарласам, солар құтқарсын. Үйде отыра алмадым. Филияға да бардым. Ешқайсының мазасы жоқ. Джейда екен, рас па? Бір сағаттан бері іште отыр. Әлі тергеп жатыр. Қайда екенін анықтай алмады. Шыдамым таусылды. Болды досым, тыныштал. Қой. Не болды? Қызымды ұрлаған сол ма екен? Өкінішке орай мойындамады. Комиссарым, соныңызды шын айтам. Ашығын айтсам, мен де солай ойлаймын. Бірақ көмектесетін түрі жоқ. Адвокатым келмейінше ештеңе айтпайым деді. Яғни дәл қазір қолдан келер шара жоқ. Қызыма бірдеңе істеп жүрмесін. Олай ойламай, Мырзабек, қорықпаңыз. Комиссарым, жаңа бөлімшеге қоңырау шалыпты. Түрі ұқсайды екен. Қане көрейін. Берем бе? Соған ұқсайды. Сарытөбе аймағында жол бойында көріпті. Жол бойында ма? Сонда. Қорықпаңыз, дін аман. Жол бойында жалғыз өзі жүр екен. Рұқсат етсеңіздер шығуымыз керек. Сол аймаққа жақын бүкіл бөлімшеге хабар беріңдер. Аймақтың әрбір бұрышын тінтіп шықсын, түсінікті ме? Түсінікті, комиссар. Барыңдар. Біз неге қалмадық? Неге қайтып келдік? Семош, неге сенің айтқаныңды тыңдадым екен? Сен полицияны естіген жоқсың ба? Шұбырып жүрмеңдер деді. Әке шешесі де жүр, Синан да жүр. Алло? Құдай ақы де. Қайда? Жақсы жаным. Осында күтеміз. Не болды, тауып па? Анық емес. Пилин болуы мүмкін екен. Бәрі соны көруге бара жатыр екен. Жарайды, біз жақсы ойлайық, иә? Жақсы ойлайық. Мына жолды неменеге салған? Бір көлік өтсін деп пе? Неге басқа көлік өтпейді, түсінсен бұйырмасын. Келе жатыр. Қырғыз атсын. Басыма үйірілген қара бұлт сейілмей қойды ғой. Жібер! Жүр қане. Жібер! Жүр. Жібер мені!
мінсең де. жібер, мінбеймін. Саған жақсылық жақпайды екен. Мінбеймін. Не қандай мінесің? Мінбеймін. Көлікке. Жібер. Әрі жылжы, мен де отырам ғой. Жылжы. Жібер. Неге бүйттің? Басымызды бәлеге қалдыра жаздадың. Не істеуім керек, маған соны айтсаңшы. Мені мына бәледен құтқар. Қолдарында сіз істеді деген дәлелдер жоқ. Дегенмен мынандай жағдай бар. О не екен? Жайда ханым, ашып айтайын. Пелин ханымға тарпа салғаныңыз, боп салағаныңыз. Тиіскен жоқпын. Ашудан ғой. Ең бірінші күдікті сізсіз. Сондай-ақ үстіңізден арыз жазыпты. Түнде не істегеніңіз жайлы куәгеріңіз де жоқ. Егер сіздің ісіңіз болса, кінәні мойындағаныңыз ісімізді жеңілдетеді. Мен мойындайтындай не істеппін? Түсінбейсің бе, қанша рет айттым, менің еш қатысым жоқ дейм. Сізге көмектесуім үшін маған болған жайтты егжей-тегжей айтып беруіңіз керек. Пелин Сейханды сіз ұрлаттыңыз ба? Бесінші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған 7-ші арна, 2024 жыл.